Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін математика сабағының 24-ші сабағын бастаймыз. Фигуралар, нүкте, сызықтар, геометриялық фигуралармен танысасың. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын бізге лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Ал біз бастаймыз. Бізге нүктелер берілген. Балалар, нүкте дегеніміз қаламмен ақырындап нүкте қойып шықсақ, соны нүктелер деп атайды. Келесі түзу сызық. Одан кейін қисық сызықтар. Қисық сызықтар балалар екіге бөлінеді: тұйықталған және тұйықталмаған. Тұйықталған дегеніміз екі жағы барлығы дөңгеленіп жабылған, тұйықталмаған шексіз балалар кете береді. Сынық сызықтар. Сынық сызықтарда тұйықталған, тұйықталмаған болып екіге бөлінеді. Тек қана тұйықталғаны барлығы жағы жабылған болады. Тұйықталмаған балалар шексіз, сынық болып кете береді. Балалар осыған қарап отырып, өздерін қайталап сызып көрсеңдер болады. Сабағымыз түсінікті болса, келесі есепке көшейік. Екінші есеп: суретте көрсетілгендей тор көз парақтың бетіне нүктелер қой, оларды сызып қос. Қандай фигуралар шықты? Балалар, қазір біз бірге сызықты қосып көрейік. Фигуралардың атын жазып қоямыз. Балалар, бірінші суреттегі 4 нүктені қоссақ, шаршы шығады екен. Келесі суреттегі 3 нүктені қоссақ, 3 бұрыш шығады екен. Балалар, түсінікті болса, келесі есепке көшейік. Үшінші есеп: фигуралар қораптарға қандай белгілері бойынша орналастырылған? Балалар, бізде фигуралар, қандай фигуралар берілген бірінші қорапта? Әрине, 3 бұрыштар. Демек, бірінші қорапта тек 3 бұрыштар орналасқан. Келесі екінші қорапқа қарайық балалар. Әртүрлі фигуралар орналасқан, бірақ та балалар, екінші қорапта тек көк түсті фигуралар орналасқан. Егер түсінікті болса, төртінші есепке көшейік. Төртінші есеп: тиісті фигураны тап. Балалар, бізге әртүрлі фигура берілген, және де әртүрлі түстер берілген. Соған мән берейік. Бірінші қатарда көк, жасыл, қызыл түс бар. Екінші қатарда қызыл, көк, жасыл түс бар. Және үшінші қатарда жасыл, қызыл, енді көк түс жетіспейді. Демек, түсін таптық. Енді қай фигура жетіспей тұр? 4 бұрыш бар, дөңгелек бар, 3 бұрыш жетіспейді. Демек, көк түсті 3 бұрыш болады. Екіншісін табайық балалар. Бірінші қатарда көк, жасыл, қызыл түстер бар. Үшінші қатарда қызыл, көк, жасыл түс бар. Екінші қатарда көк пен жасыл бар. Демек, қызыл түс жетіспейді. Қандай фигура? Әрине, қызыл, дөңгелек жетіспейді балалар. Сабағымыз түсінікті болса, сау болыңдар балалар.